Бүгінгі күніміз нұрлы болсын. Сабағымызды бастайық. Алдарыңызда бір кесе шай қойдым. Бүгін командаға бірігу үшін бір кесе шай деген әдісімен бірге екенбіз. Алдарыңызда бір пиала шайдың ішінде бір шай бар. Соны қарасаңыздар, өз топтарыңызға жайғасасыздар. Қарай қойыңыздар алдарыңыздағы. Шыққан сан бойынша әркім өзінің тобына барып отырады. Қандай сан шықты, сол командаға барып отырады. Ал тез ауысамыз. Жақсы жайғастық. Енді бір-бірімізбен амандасайық. Бірінші иықтас досымызбен амандасайық. Енді бірге бет-жебет досымызбен амандасайық. Енді қонақтармен менімен амандасайық. Саламатсыздар ма балалар? Жақсы, сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Сұрақтарға жауап береміз. Ол сұрақтарға біз 5 неге әдісі арқылы жауап береміз. Енді тақтаға қараймыз. Мына сұрақтар бойынша дайындаламыз. Дайындыққа 2 минут береміз. Бірінші сұрақ: неге Тортай тас күнгенде тұрды? Екінші: неге Тортай кітапқа құмар болды? Неге Тортай Ораштың үйіне келді? Неге Тортай ақбозат атқа міне алмады? Неге Тортай кітапты бір тұтты? 2 минут сіздерге дайындық. Қай топтан кім дайын болса, қолымызды көтереміз. Жауап береді екен, кәні қолымыз көтерейік. Аяулым. Тортайды туысқанда орыс кеңіспен үйден қуып шықты. Жақсы, сол себептен ол қайда тұрды? Тас күргеде тұрды. Келесі екінші сұраққа кім жауап береді? Аружан. Өйткені Тортай деген кітапқа құмар болды. Тортай өзге болашақта жазушы кітап шығарғысы келді. Өте тамаша, керемет. Үшінші сұраққа кім жауап береді екен? Қай команда дайын екен? Тортай Ораштың үйіне келді. Неге Тортай Ораштың үйіне келді? Неге досына келді? Аяулым. Өйткені Тортай Ораштың үйіне болса, сол үшін амандасып, өз тұрған кітапты толық жазып кетті. Жақсы, тамаша. Келесі ақбозат атқа неге міне алмады? Менің әкемнің тақымы Тора Жақсы. Бесінші: неге Тортай кітапты пір тұтты? Аружан. Тортай кітапты пір тұтқаны өйткені жақыны кітап болды, әкесі де шешесі де кітап болды. Әкесі шешесі де кітап болды. Сіздерде қосатындарыңыз бар ма? Жақсы. Бұл эпикалық поэзиялық шығармаларда автор бейнесін анықтау. Бізде білесіңдер, кім кейіпкер, бас кейіпкеріміз кім? Тортай. Тортайдың досы кім? Ораш кім? Оралға Өкей. Жақсы. Келесі тақырыбымыз. Енді барлығымыздың алдымызда ол тапсырманы 4-ші командаға барып отырамын. Бәріміз түрлі түсті немізді ашаршы. Түрлі түстісін ғана. Жасыл. Әр топтың өзінің тапсырмасы бар. Тапсырманы орындауға сіздерге мынандай үлкен A4, A3 парағын беремін. Жақсы. Сіздерге керек болса, ол серік
дауыстап айтамыз. Тортайдың арманынан біздің арманымыздың ешқандай айырмашылығы жоқ. Тортайдың арманы үлкен жазушы болып, кітап шығарып, танымал болғысы келді. Ата-анасының жолын қалған, әкесінің мелман ақбоз атына Тортай мінгісі келді. Ал біздің арманымыз қазіргі балалар жаңа технология ойлап тапқысы келеді. Жалпы айтқанда балалардың армандары көп. Негізі барлық балалар ата-анасының үмітін ақтап, Тортай сияқты олар да кітап оқығанды жақсы көреді. Жақсы. Тортайдың мінезі ақкөңіл, мейірімді, ақылды болды. Және де қызығушылығы кітап оқу ертегі айтып еді. Сыртқы бейнесі құшағында, құлағында мүкісі бар еді. Және де құлағында мүкісі бар еді. Әлеуметтік жағдайы жетім және тас өңірінде тұрды. Жақсы, тамаша. Сес. Келу. Шығармада кейіпкер мінезін ашатын деректер жинау. Тортай кітапқа құмар, ауыл балаларына 2-3 жас үлкен болды. Және жазушы болғысы келді. Кейіпкер туралы сіздің ойыңыз? Кейіпкер Тортай ақылды, қиялшыл, анаушыл, зерек, әңгімешіл, қарапайым бала болды. Кейіпкердің образы тұлғасы жуас, қанағатшыл болды. Бауырмал, ақкөңіл болды. Болды ма? Рахмет. Қалған 3 команда өзінің бағасын берсін. Кәнекей. Бірінші командаға. Тез. Жақсы. Көтереміз, төбеге көтереміз. Правильно. Жақсы. Ал екінші жақсы. Енді 3-ші командаға баға береміз. 3-ші командаға. Жақсы. 4-ші команда. 5-ші команда ше. Жақсы. Рахмет. Тағы достарға барып жұмыс істеуіміз керек екен. Бұл жұптық жұмыс. Кәнекей әр топтың үштіктері сағат тілінен келесі топқа жұп ауыстырады. Тез. Үштіктер. Әр топтың бірліктері сағат тіліне қарама-қарсы. Дұрыс. Жақсы. Енді алдарыңызда камерді ашамызда жұптық жұмысты орындаймыз. Ол жерде сіздер бокс формуласы
аққоз атынан өзіне деген сенімі болмаған үшін өне алмады. Және мен оны былай түсіндім. Мен оны Тортай өзін түсіріп, алға мақсат қоя алмай, арманына жете алмады. Оның деректермен, мысалдармен мына деректермен менің әкем өзінің аққоз атынан мінбеген атына мен қалай мінемін деп өзі жеп, сол аққоз атты өзінің досына беріп, өзінің досына сыйлады. Жақсы. Осыған байланысты қандай қорытынды шешімге келді? Қандай қорытынды шешімге келдіңіздер? Қаншалықты қиын болса да өзіне сеніп, алға қойған мақсатқа жету керек. Жақсы. Мен ойымша, менің ойымша, Тортай аққозатқа міне алатын еді. Бірақ ол әкемнің тақымы Қотыратқа да тимейді. Менің тақымым қалай тиеді деп өзін келісті. Мен оны былай мен оны өзін өзі келісті, өзін өзі төмендету деп түсінемін. Оны мына деректермен мысалдармен дәлелдеймін. Мен оны әкемнің тақымы Қотыратқа тимейді деген деректермен дәлелдей аламын. Осыған байланысты мен мынандай қорытынды шешімге келдім. Адам өз-өзін кемсітпеу керек. Ал кемсітсе ол мақсатына жету. Жақсы. Келесі қандай? Тортай аққоз атқа міне алмаған себебі өзіне сенімді болмады. Мен оны былай түсінемін. Себебі ол Қотыратқа міне алмады, әкем міне алмаған. Атқа мен қалай отырамын деп деген ойға келді. Осыған байланысты. Мен оны былай түсінемін. Тортай өзіне сенімді болмады. Өзіне сенімді болғанда аққоз атқа міне алмады. Осыған байланысты мен ондай қорытынды шешімге келдім. Адам өзіне сенімді болса, алға қойған мақсаттарына жете алады. Жақсы, тамаша. Тортай аққоз атқа міне алмады. Мен оны былай түсінемін. Тортай өз-өзін төмендете бергендіктен аққоз атқа міне алмады. Оны мына деректермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Оқушылар оқуға түскенде Тортай өзі тауда бұзау бағып жүрді. Және де осыған байланысты мен мынандай қорытынды шешімге келдім. Адам өз-өзін төмендете бермей, алға қойған мақсатына жету керек деп ойлаймын. Өлеңді қойып қойған, әр топ өзінің өлең шумақтарын әр түрлі тәсілге салып айтады. Маған қараймыз, бірінші топ шақтанып, екінші топ мұңайып, үшінші топ әндетіп, төртінші топ эмоция, бесінші топ билеп айтады екенбіз. Өлеңдеріміз Мұқағали Мақатаевтың «Пай-пай өмір». Бұған дайындықтың қажеті жоқ шығар. Бірінші командадан бастаймыз. Серік балшыққа бәріміз орнымыздан тұрамыз. Шаттанып айтамыз. Пай-пай өмір, білі сынау бір күні, тияз сынау қуанышты бір күні. Өмір деген бір өмір деген көп астады бір күні. Пай-пай өмір деген сынау бір күні. Жақсы. Шаттаныңыздар ма? Пай-пай өмір деген сынау бір күні. Тияз сынау қуанышты бір күні. Өмір деген бір жарық еткен айзадай. Өмір деген көк аспанның бір күні. Пай-пай өмір өте сынау бір күні. Ал қане? Пай-пай өмір деген сынау бір күні. Тияз сынау қуанышты бір күні. Өмір деген бір жарық еткен айзадай. Жақсы. Тақырыбы менің арманым. Әр топтан бір оқушыдан оқиды. Кәні тез-тез. 1 минут уақыт кетті. Сол алдымызда қағазға жаза береміз. Кәнки. Біреуіміз оқимыз әр топтан. Соңғы 5 секунд. 1, 2, 3,
4, 5, 0. Vaqt bitti. Kangi al 7. komandada. Dağısta. Benim armağanım. Sabah жақсы оқып өзіме арналған жұмысқа тұру. Маған ешкім келмесе де өзіме сені арманым ойларына деген ойдамын. Мен Тортай сияқты сәби емес, өзіме сеніп арманымды жетемін. Өзге өзім сенгенім үшін аққозықты мен үшін мақтаймын. Жақсы. Келесі. Қайдол. Менің арманым мықты футболшы болу. Мен сияқты 3 дүркін әлем чемпионы болу. Мен өзгеде әлемдегі ең мықты футболшы болып, Қазақстан құрамасын дамытып, Қазақстан құрамасын әлем чемпионы болу. Жақсы. Екінші. Ол үшін адамда сенімділік пен сүйіспеншілік болу керек. Дәрігер болу үлкен мәртебе. Мамандықты таңдау үшін адам ең алдымен өзіне өзі сенім керек. Жақсы. Телефонымызды аламыз да кіреміз. Мына жерде мен сіздерді көреймін. Я кірдік ба? Кірдік қояды. Жақсы, керемет. Мен өзімді сұрақтарға жауап бергенім үшін мақтан етеледім. Жақсы, жақсы. Аяжан, Әсел, маған ерекше ұнаған жүкпен жұмыс. Жақсы. Назгүл, бүгінгі маған ерекше ұнаған топпен жұмыс. Жолдасбек, бүгінгі сабақта топтап жұмыс істеді. Түсіндім. Жақсы, өте керемет. Жазып жүре беріңіздер. Бұл менде
Өзімнің ойымда өкініш қалары